Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеомды көріп, кішкене қолдап отырғандарыңызға көп рахметімді айтамын. Ал енді бастайық. Мен жаз бойы не жасап жатырмын? Сессия бітті, екінші курс аяқталды, үшінші курсқа аман-есен өттім. Ешқандай пересдачасыз, ешқандай летосыз, ешқандай стипендиядан құлаусыз. Ал енді жаз бойы не істеймін? Жаз бойы мен үйге келе салыспен сразу 24-7 сотка шығып тикток қарап отырдым. Сөздің шыны, басқалар жұмыс істеп жатты, қыдырып жатты. Ана енді опа үйге келдім да, күні бойы сотка шықлап, сағат 10-да тұрып, ертең ешқандай сабақ жоқ. Солай болып жүрді. Енді бастайын. Бір күн тикток қарап отырам. Тиктокты қарап отырсам, не шығады? Рекламалар шығады ғой, енді көп деген. Сондай рекламалардың біреуі кітап оқу жарысы деген бір реклама болды. Басында кішкене қызық емес сияқты, ол біріншісіне өткізедім, сосын тағы да шығады. Бір айналып, бір сағаттан кейін кірсем, тағы маған шығып тұр. Ладно, көре салайыншы, не екен өзі деп. Енді мен шығармашылық немесе шығарма, бір кейбіреулердің аңыз әңгіме деген сияқтыларды көп оқымаймын ғой. Поэтому оларды оқығаннан қарағанда маған медицинский кітаптарды оқыған өте жақсы болды да. Поэтому қош оны оқығанша мен лучше физиология оқиын, анатомия оқиын, генетика оқиын деген сияқты сабақтар ғой. Вот соларды оқиын деп жүрген кезде осы кітап жарыс деген жаңағы не шығады ғой, ұйым сияқтындай жарыстыратын бір не болады ғой, сондай бір топ шығады ғой, топ деп айтайықшы. И сол топты жаңағы қарап көремін ғой, енді не қандай шығарма, не ол деп. И шығарма оқисың, и ол шығармаға тест беріледі екен, 15 тест, 10 минут беріледі екен. И 4 кезеңнен тұратын айтылған екен. Барлық адам, бір 6000-дай адам қатысты, шынымды айтайын. Сосын мен өзім қатыстым. Өйткені көптеген анда отзывтары өте мықты болды. Ютубы бар екен еще. Ютубта көптеген аудио жаңа кітаптар бар екен, шығармаларды айтқан. Кейбіреулерін тыңдап көрдім, өте жақсы айтылған екен. И мен оған қатысам. Бар болғаны 365 теңге ғой деймін, осы вообще шатаспасам, кажется, сондай болу керек, 365 теңге. И 24 маусым күні бірінші кезеңі болды. Бірінші кезеңде жынды шығармасы берілген, шығармасы вообще топ екен, поэтому екінші кезеңдегі вообще интрига болды, өте қызықты болып тұр ғой. Қандай шығарма береді екен деп жүрген кезде, жынды шығармасынан 45 секундта 15 ұр кеткен соң ғой, кәдімгі тез бол деп тез ана оқисың, сразу кейбіреудің ответіне қарап белгілеп кеткен соң ғой. Вот солай белгіледім. Өте қоғамда қызу талқыға түскен тақырыптарды алған ғой, жынды шығармасында деген. Медицинаға өте кішкене жақындығы бар деп айтсам да болады. Поэтому мысалға жаңағы жынды әйел болады да, и ол педагог болады. Ол жаңағы оқушыларға әділ болыңдар деп тәлім тәрбие беріп сөйтіп өсіреді ғой. Мысалы бізге де айтады ғой қазір. Мысалы бірінші курста, екінші курста, қазір мен өзім бітірген курстарды қарасам, апайлардың барлығы айтқан, аға мен апайлар, әділ болыңдар, тек өздеріңе сеніңдер. Жаңағында айтады ғой, ақшаға пара алмаңдар деп көбінесе көрсетеді ғой, парақор дегенге сразу дәрігерлерді көрсетеді ғой. Кейбіреулер бар шығар, бірақ жаңағы жынды шығармасында солай тәрбиелеген да жаңағы оқушыны. И кішкене жылайтындай сәт бар екен, өзінің баласы түрмеге түсіп қалады да, и жаңағы оқушысы соттың андай адвокат сияқты ма, сондай бірдеңе жұмыс жасайды. Сөйткен жаңағы сұрап барады ғой, енді жаңағы әділдік болсын деп, бірақ жаңағы ақша сұраған ба, солай болған екен. Кішкене ақша жаққа қарай не істеген ғой оқушысы. Соны әділеттілік көрмей, кішкене кімнен өш аларын білмеген жаңағы жынды әйел туралы да. Енді көбісі оны жынды деп ойлайды, мен оны жынды деп ойламаймын. Өйткені мысалға түнде ол көршілерінің жаңағы ұйқы бермей ән айтқанда, ал кейбір мысалы қазір қараса көптеген тойханалар бар да. Түнімен музыка ойнайды, сағат 3-ге дейін, 4-ге дейін. Білмеймін, ол нормальный сияқты да. Бірақ енді кімнен өш аларын білмеген, яғни әділеттілікті іздеген әйел туралы өте жақсы айтылған екен. Сол, одан кейін қайыңды жаңағы кескен да, жай ғана тұрған қайыңды кескен. Жаңа полиция барып сұрайды ғой, неге кесесің оны деп. Сол барған кезде жаңағы әйел айтады ғой, сендер де ормандарды кесіп жатырсыңдар ғой, құрдан құр деп ше. Сосын ол айтқан, что халыққа пайдасы тиеді ғой деп. Халыққа пайдасы тиеді, мен де бұл шапқан жаңағы қайыңдарым, кәрі қайыңдарым, осы жаңағы ауылға пайдасы тиеді. Мен оны баняға апарып жағамын деп айтқан ғой.
яғни көп адамдар сол баняға түсіп алады да 2-3 күн. Бірақ бұл жерінде де тағы бір әділдікті іздеген, кішкене настроениең түседі, осы қоғамда болып жатқан нәрселерді өте енді мықтылап айтып бергенде, сол шығармасы өте қатты ұнады. Сосын мен одан екінші кезеңге өткеннен кейін осы 27-сі күні болды, 15 сұрақ болды. И берілген шығарма вообще топ. Шығай байлар туралы айтылған ғой енді. Шық берме шығай байлар деп. 2 андай мәтін берілген. Шатаспасам 10 беттік қой деймін. Біріншісі 15 беттік, екіншісі 10 беттік болды. И өздерінің сараңдықтарының енді колхоздың біткен жылдарынан басталған ғой, енді сол жерде қалған байлар, солардың қолында қалған малдары, тек қана көбеюмен болған ғой енді. Сөйтіп сол жердегі байлар туралы айтылған. Бір Әділжан деген сараң бай болады. Өзінің 3 баласы болады. 3 баласының өмірінде өз қолымен құртты да. 2 бала, 1 қызы болды. Қызын сараңдығының, надандығының кесірінен бір есі ауысқан бір жігітке береді. 2 баласын да өзі өлтірді да. Енді қатты былай мылтықпен атып өлтірмесе де, сол сараңдық пен надандықтың кесірінен өлтірді. Кішкене обидно болды, сол кезде қатты жыладым. Өйткені жай ғана андай дүние үшін сондай жылайын деп қалдым ғой. Сосын балаларын өлтірді да, просто так. Біріншісі машинаның кілтін өзімен алып кеткен, ешкім айдамасын деп, сөйтіп үлкен ұлы қайтыс болады, соқыр шегі жаңағы жарылып кетіп. Екінші Бекжан деген баласы, ол мектеп бітіргенше бір қой сұраған үшін кәдімгідей әкесі оны бермей, ол қатты намыстанып кетеді да, барып арқан жіпке барып асылып қалады. Жай что сол кезде мен жылағым келді. Қанша мысалға мыңға таяу қойлары болды да, соның ішінен бір ғана қойды сұраған тұғым. Кішкене сол жағы обидно болды. Сол туралы сұрақтар келді. Сұрақтар өте оңай болып бар ғой, білмеймін, мен өзім қызығып оқығанға маған дейтін сразу көресің, белгілейсің, көресің, белгілейсің. Кейін менде сет ұстамай, екіншісінде кішкене көп уақыт алып қалды. Поэтому үлгермей қалдым. Енді осы 3-ші кезеңі Алла қаласа бүгін болады. Ол шығармасы да өте қызықты. Атасы немересін өте қатты жақсы көреді. Бір дорба асық туралы айтылған. Ана ата деген қанша жерден іздейді немересін. Бүкіл Алматыдағы қазақ мектептің бәрін аралап шыққан ғой, сол немерем деп бар ғой. Вот. Ал немересі енді жаңағы ажырасып кеткен ғой балдары. Ажыраспай тұрған кезде, барған кезде жаңағы немересі Арман болатын аты. Өте қандай, білмеймін, онда көрген кезде жылағым келіп кетті, өйткені енді өзімде ана ата әже десе жаным бұрып тұрады ғой бір жағына қарай. Өте қатты еркелетіп, енді солардың қолында өскеннен кейін кішкене көзіме жас алып солай жылап қалдым, бірақ шығарма өте топ, өте күшті жазған екен. Вот мен сіздерге соны предлагать еткім келіп отыр. Өте жақсы шығармалар. Мен еще жақында Жақұт дейтін кітаптарын шығарды. Осы жаңағы кітап оқу жарысы өте енді қызықты болатын сияқты, көп адамға ұнап жатыр екен. Бағасы келуімен маған 3100 теңге болды. Білмеймін, маған арзан сияқты. Мен бір ауыз сөз деген бір кітап болды. И енді жамандамай қойын, ішінде жақсы нәрселер жазылған, бірақ мен ол 5 мыңға сатып алдым да. Кішкентай ғана кітап, осындай ғана кітап болды да, кішкентай, осыдан кішкентай. И ананың ішіндегісінің барлығы интернеттен алынған ба деп қоямыз. Интернетке тура солай жазсам, дәл солай шығып тұрды да. Енді мен ол кезде басында қызық болды да, реклама еткеннен кейін. Бірақ ішінде өте жақсы заттар жазылған екен. Көп жаңағы нелер, әңгіме, шығарма деген сияқтыларға үйрететін шығар деп ойлап едім, бірақ ондай басқаша кітап екен. Вот енді осы Жақұт деген кітапты кішкене қызықтырақ болып тұр, өйткені қазіргі оқыған 3 шығармасының өзінен көп нәрсе, өміріңе азық жинай аласың да. Вот сол жағы қызық болып тұр. Енді Алла қаласа бөлсең Инстаграмда қалай не жазылған кітапта ең маңызды жерлерін жаңағы стикермен белгілеп жазып кететін боламын. Өте маңызды шығармалар бар, қызықты деген еще. Вот мен осы кітап оқу жарысында көп рахмет айтқым келіп отыр. Осындай 6000, даже 10 мыңға дейін қатысқан адамдар бар екен. Осынша адамның кітап оқуына жаңағы
септігін тікелей себепшісі болып отыр да. Соған кішкене қызғанышпен де қызығып та қарайды екенсің. Өте көп рахметімді айтам осы кітап оқу жарысын ашқан адамға, ұйымдастырып отырған, соған көмектесіп отырған адамдарға өте көп рахметімді айтам. Өйткені қазіргі таңда кітаптың бетін ашпай жүрген адамдарда өте қаншама да, мысалға уақытым болмайды деп. Негізі адамның медицинада мысалға адамның миы үнемі жатталып, жаңағындай ойланып, андай кітап оқып, солай жаттауға үнемі ми жұмыс істеп отыру керек та. Мысалға ол бізде надандықтың да, кішкене мидың ұмытшақтықтың да, көптеген аурудың алдын алады негізі кітап оқу деген. Сондықтан осы ұйымға, топқа, сол жердегі басқарушысына, көмектескен адамдардың барлығына, яғни осы ұжымға мен өте үлкен рахметімді айтамын. Өйткені бір жағынан мен бұндай шығармаларға қызықпайтын тұғынмын. Аңыз әңгімелерде де тек жаңағы отбасында ғана айтып отқан кезде бүйтіп тыңдап қоятынмын, сондай екен ғой деп. Өйткені басы жоқ, аяғы жоқ айтатындығы ғой енді олар. Ал бұлардың жіберген шығармасында өте көп нәрсе жазылған екен. Сіздерге де қатысып көруге предлагать етем. Өте қызықты екен. Жақұт кітапты Алла қаласа инстаграмда бөлсем, қолыма келген кезде көптеген шығармалар бар деп айтып жатыр енді. Осы кітап оқу жарысына көп алғысымды білдіремін. Өте топ, супер.